Бүгінгі тақырып Қазақстанның табиғат зоналары деп аталады. Жалпы табиғат зоналарының орналасу заңдылықтарына тоқталатын болсақ, табиғаттағы зоналылық бұл негізгі географиялық заңдылықтардың бірі. Мына алдарыңызда тұрған Гумбольдт деген ғалым климат пен өсімдіктердің өзгеруі арасындағы тығыз байланысты анықтап, климаттық зоналық өсімдіктердің де зоналығы болып табылады деген қорытынды шығарған екен. Оны өткен сабақта да өткен болатынбыз. Енді Докучаев деген ғалымға келетін болсақ, міне алдарыңызда тұр. Зоналық табиғаттың жалпы заңдылығы екенін дәлелдеген екен. Біздің Қазақстанда осы зоналық тәртібіне сәйкес табиғат зоналары орналасқан. Олар солтүстіктен бастап оңтүстікке қарай ауысатын 4 зона. Ол орманды дала зонасы, шөлейт зонасы және шөл зонасы. Міне басты осы 4 зона бар Қазақстанда. Міне мына неден картадан қарайтын болсаңыздар, мынау орманды дала зонасы, одан кейін мына бирюзовый цвет, бұл дала зонасы, одан кейін мынау қою сары түс, бұл шөлейт зонасы, және де біздің территорияның көп бөлігін алып отқан сары түсті, ашық сары түсті шөл зонасы. Міне осындай 4 зона орналасқан Қазақстанда. Енді азоналық деген бар. Яғни азоналық дегеніміз мына зоналық заңдылыққа бағынбайтын заңдылық. Мысалы, шөлейт зонасында өзендердің, болмаса көлдердің жағалауларында шалғын шөптер өсуі мүмкін. Өйткені ылғал көп қой. Ал біз білеміз, шөл және шөлейт зонасы ол өте құрғақ зона. Онда өзіне тән ғана өсімдіктер, жануарлар бар. Бірақ осы азоналыққа бағынбайтын, мысалы, судың жағасындағы өсімдік жануарларды мысал ретінде келтіруге болады. Олар азоналық дейді. Яғни олар зоналық заңдылыққа бағынбайды. Немесе мына биік тауларды алуымызға болады. Биік тауларда бұл азоналықтың мысалы екен. Мысалғы, таулар жер шарындағы ендік зоналықтың бұзылуына әсер ететін басты себепкер болып табылады. Яғни белгілі бір аумақтың зоналық ерекшеліктеріне тән емес табиғат құбылыстары таралған кейбір жерлерде зоналық заңдылықтар бұзылады. Оны азоналық деп атайды. Енді мынау өзінің орналасуына байланысты Қазақстанның таулары өздеріне сәйкес, етегінде сол орналасқан жеріне сәйкес зоналардан басталады екен. Мысалы, Қазақстанның Алтайы ол дала зонасынан бастау алады етегі. Сауыр тарбағатай шөлейт зонасынан бастау алады етегі. Ал Жетісу, Алатау, Тянь-Шань бұл етегінде шөл зонасынан басталады екен. Сөйтіп жоғары қарай, биіктікке қарай өзінің биіктік белдеуі өзгеріске ұшырайды. Енді бұл азоналық деген түсіндік. Енді мынау бірінші зонамыз орманды дала зонасынан бастайық. Орманды дала зонасы бұл еліміздің қиыр солтүстігінде Батыс Сібір жазығында орналасқан. Аумағы шағын, бар болғаны 1 миллион гектар. Берг деген ғалымның айтуынша, орманды дала бұл күлгін және қара топырақ қатар кездесетін орман мен дала фауналары бір-бірімен араласқан аймақ деп жазып кеткен екен. Бұл орманды дала зонасына картадан қарайтын болсаңыздар, бұны жаңа көрсеттім. Мынау шеттегі жап-жасыл қою түс. Міне осы жаңағы орманды дала зонасы. Қарап отырсаңыз, өте кішкентай территорияны алып жатыр. Бар болғаны 1 миллион гектар. Жер бедері ойпатты тегіс жазық. Басты ерекшеліктер бұнда әртүрлі жалдар мен сол жалдардың аралығын бөліп жатқан өзектерден тұрады екен. Жалдардың биіктігі шамамен 8-15 метрге дейін болады екен. Енді мынау орманды дала зонасының климаттық жағдайларына тоқталатын болсақ, климаты қатаң континентті климат. Жауын-шашын басқа зоналармен, Қазақстанның басқа зоналармен салыстырғанда жауын-шашын мол, 370-430 миллиметрге дейін жетеді екен, және басым бөлігі бұл жауын-шашынның жазда жауады екен.
Бұл жалпы Қазақстанның жазық бөлігіндегі ең жоғарғы көрсеткіш екен. Енді температурасына келетін болсақ, 10 градустан жоғары температура жиынтығы 2100-1900 градус Цельсий. Шілде айындағы жоғары температура, плюс 19, орташа температура плюс 19 градус Цельсий. Ал өсімдіктердің пісіп жетілуіне қажетті вегетациялық кезең бұл жерде 130-135 күн екен. Жылу мен ылғалдың мөлшері жағынан орманды дала зонасы егіншілікке жалпы өте қолайлы екен. Енді ішкі суларына тоқталатын болсақ, бұл жерде өзен торлары нашар дамыған, негізінен қар суымен қоректенеді, сондықтан жылдық ағынның 80% көктемде ағып өтеді екен. Білесіздер, көктемде қар ерігендіктен бұл қар суымен қоректенетін өзендердің жылдық ағынның 80% осы көктемге сәйкес келеді. 6000-нан астам көл бар бұл жерде, бұл зонада. Тұйық көлдер тізбегі, батпақтар мен сортаңдар жиі кездеседі. Жалдар мен енді өзектер мұз басу дәуірінде Торғай бұғазына бағытталып аққан өзендердің әрекетінен түзелген бұл жерде. Және де бұл орманды дала зонасынан ағып өтетін өзен, бұл Есіл өзені. Осылай есте сақтаймыз. Егер ұбт-да сондай сұрақ келсе, орманды дала зонасынан арқылы өтетін өзенді атаңыз десе, бұл Есіл өзені. Енді топырақ жамылғысына келетін болсақ, топырағы бұл мынау қайынды көктеректі ормандар астында сұр орман топырағы басым екенді, ал шалғынды дала өсімдіктер астында қара топырақ, яғни сілтізденген қара топырақ кездеседі. Қара шіріктің үлесіне келетін болсақ, жоғары қабатында 12%-ға дейін жетеді екен қара шірік, төменгі қабатта 4-5%-ға дейін. Құнарлығы жоғары бұл топырақтарда астық, картоп, көкөніс дақылдары көптеп өсіріледі. Енді өсімдіктер дүниесіне келетін болсақ, мынау шоқ ормандар орналасқан дейді, колки дейді. Шоқ ормандар орналасқан жерлерде, ойпаң жерлерде, ылғалды ойыстарда осындай шоқ ормандар өседі екен. Бұл шоқ ормандарда негізінен қайың мен көктерек өседі. Неден көріп тұрғандарыңыздай суреттен. Бұталарынан тал, әртүрлі итмұрын, қара-қарақат өседі. Ал енді шалғынды даласында ормансыз кеңістіктерде таралған. Бұл шалғынды даланың негізгі өсімдіктері жабайы сәбіз, қызыл жоңышқа, жусан, бетеге екен. Жануарлар дүниесіне келетін болсақ, бұл даланың сұр тышқандары, сарышұнақ, дала жануарлар, қоян, түлкі, қасқыр, орман жануарларының ішінен тиін, сібір елігін атап кетуге болады. Бауырмен жорғалаушылардан сұр кесіртке, тірі туатын кесіртке кездеседі екен. Құстар әлемінде орман шоқтарында ақ және сұр құр, ұзақ сауысқан, тоқылдақ, көкек, сұңқарлар, ашық алқаптарда қырғауыл, зымырандар кездеседі. Ал көл жағалауларында қаздар, үйректер, аққулар, сұр тырна, қамыс құладыны кездеседі екен. Енді ерекше экожүйелер мен қорғау мәселесіне келетін болсақ, ертіс бойындағы қарағайлы ормандар, құмды алқаптарда өсетін ерекше қарағай шоқтары. Енді қорғау мәртебесіне келетін болсақ, Қорықшадағы ормандар мемлекет тарапынан қорғауға алынған. Орманды дала жалпы табиғаты бай, бірақ адам әрекетінен қатты өзгеріске ұшыраған, қорғауды қажет ететін маңызды аймақ. Келесі зона бұл дала зонасы. Дала зонасы республикамыздың 29%-ын алып жатқан белдеу. Міне мына картадан жаңа көрсеттім, қазір қайттан сіздерге көрсетіп шығайын. Мына картада мынандай бирюзовый түспен берілген. Мына зона, есте сақтаймыз, біздің еліміздің 29%-ын алып жатыр дала зонасы. Шекарасы Каспий маңы ойпатының солтүстік бөлігінен Алтайдың тауалды жазықтарына дейін созылған. Орналасуына келетін болсақ, оңтүстік шекарасы 50 және 51 градус солтүстік ендіктер арқылы өтеді. Енді ода қандай жазықтар, қандай үстірттер, қыраттар орналасқан.
жер бедеріне келетін болсақ, мына көріп отырсыздар, неде батысында Каспий маңы ойпаты, одан кейін Жалпы сырт орналасқан, одан кейін Мұғалжар тауының бір бөлігі орналасқан, одан кейін Торғай үстірті, одан кейін Батыс Сібір жазығына ұласады екен. Жазықтардың басым болуы тән бұл жер бедеріне. Жем, одан кейін Орал алды үстірті және Сарыарқаның солтүстік аудандары сайлармен, жыралармен тілімденген. Биіктігіне келетін болсақ, абсолюттік биіктік оңтүстігінде 200 метрден солтүстік шығысында 130 метр аралығында ауытқиды екен. Жер бедері көбіне жазық, кей жерлерде жайпақ төбелер мен ойыстар кездеседі. Енді климатына келетін болсақ, климат түрі континентті, яғни жазы ыстық, қысы қатаң. Жауын-шашын жылына 200-300 мм, бұның алдындағы зонамен салыстырғанда аздау көріп отырсыздар. Оның өзі солтүстіктен оңтүстікке қарай азая түседі екен. Күн сәулесі жылына 2500 сағатқа дейін, жаңағы қосындысы сәулелі күндердің сағатының. Ал 10 градустан асатын температурасы бар, температураның жиынтығы 2000 градустан 2300 градус аралықта қамтиды. Енді булануына келетін болсақ, жауын-шашын мөлшерімен салыстырғанда булану 3-7 есеге артық. Климат жағдайлары суарылмайтын тәлімі егіншілікпен айналысуға мүмкіндік береді. Енді өзен жүйесіне келетін болсақ, негізінен Ертіс өзенінің алабы жатады бұл жерге. Су режимі өзендер еріген қар суымен қоректенеді. Атмосфералық жауын-шашынның буланудан аз болуына байланысты өзен суы тартылады. Тұрақты ағын тек Есіл және Тобыл сияқты ірі өзендерде ғана су ағыны жыл бойы сақталады, қалғандарында тартылып кетеді екен. Енді солтүстіктен оңтүстікке қарай табиғат қалай ауысады? Солтүстік тармағы бұл дала зонасының кәдімгі және қара шірігі аз, оңтүстік қара топырақты болып келеді екен. Астық тұқымдас әртүрлі шөптесін өсімдікті дала. Ал оңтүстік тармағы күңгірт қара қоңыр топырақты, астық тұқымдас өсімдікті, яғни бетегелі бозды құрғақ дала. Екеуінің айырмашылығын мына суреттен көріп тұрсыздар. Енді солтүстік даласына келетін болсақ, бұнда қара топырақ, оның аумағы Сарыарқаның солтүстік бөлігі Торғай үстірті жем аймағы болып келсе, бұнда кәдімгі және оңтүстік қара топырақ кездеседі. Ұсақ шоқылардың аралығында шағын ойпаңдарда сортаң түсетін сортаңдалған топырақтар алған. Бұл топырақта өсірілген астық дақылдарынан жоғары өнім алуға болады. Яғни дала зонасы өзі солтүстік және оңтүстік деп бөлінеді. Сол солтүстіктегі дала зонасының жаңағы топырағының айырмашылығын көріп отырсыз. Енді солтүстіктің өсімдік жамылғасына келетін болсақ, қызыл боз және ілесен бозы өседі, бетеге өседі, ксерофитті шөптесін өсімдіктерден әрем, мыңжапырақ өседі. Шалғынды даланың ылғалды ойпаңдарында ақ беде және Сібір аяры таралған сортаңдау топырақта ақ жусан өседі екен. Енді дала оазистарында шоқ қарағайлар кездеседі, мына көріп тұрсыздар, мынандай шоқ қарағайлар. Қарағайлы ормандарына құмды жерлерде Аман қарағай, Ара қарағай деген қарағайлы ормандар бар. Гранитті тау массивінде, мысалы Бурабайда, Қарқаралы, Баянауыл, мұнда қарағайға қайың мен терек қосылатын, оны суреттен көріп отырсыздар. Өзен аңғарлары да тоғайлар болады, онда терек, тал, қалың қамсынулары, бұталардан итмұрын, долана, мойыл, қызыл жидек өседі. Ал оңтүстік дала, яғни даланың оңтүстік бөлігі, бұнда құрғақшылық басым, климаты жоғары температура, шілдеде +22 градустан жоғары және қарқынды булану жүзеге асады. Бұнда қара топырақты біртіндеп күңгірт қара қоңыр топырақ алмастырады. Ойпаң жерлердегі егістіктер көп күтім мен арнайы тыңайтқыштарды қажет етеді. Қара шірік 3-5%, яғни қалыңдығы 50 см, ал төменгі жағы күңгірт қара қоңыр топыраққа ауысады. Енді мына оңтүстіктің дала зонасының оңтүстігінің өсімдіктер әлеміне тоқталатын болсақ, көктемде бұнда эфемерлер, эфемер дегеніміз тез гүлдеп, тез гүлін тастайтын, сонда тез өсетін, мысалы көктемде ғана өсетін, мысалы жауқазынды, білеміз, мак, тюльпан дейді, міне солар гүлдерді эфемер дейді. Олар көктемде ғана тез өсіп, тез жағы гүлдеп, гүлін тастап үлгереді. Олар эфемер дейді.
Бозды бетегел өсімдіктер бірлестігі, яғни лессинг бозы, тырса, бетеге, шишабақ өседі. Құмайтты топырақтарда бозды, еркек шөпті, сазды жерлерде бетегелі жусанды өсімдіктер, ойпаңдар мен сайларда қараған және басқа да дала бұталары кездеседі екен. Фаунасына тоқталатын болсақ, бұнда кеміргіштер патшалығы көп таралған, яғни кеміргіштер патшалығы деп те атауға болады екен дала фаунасын. Бұнда сарышұнақ, сауыр, дала тышқаны, қосаяқ кездеседі. Дала фаунасы орманды даламен салыстырғанда шөл фаунасымен көбірек ұқсас. Үлкен сарышұнақ, суыр, жоғарыда суретте көрсеткенімдей, дала ала қоржыны, кәдімгі аламан, шөлге тән түрлері соқыр және үлкен қосаяқ кездеседі екен. Орман және өзен бойындағы тіршілікке тоқталатын болсақ, бұл жануарлар бұталардың арасында қарағайлы орман шоқтарында және өзен жағалауындағы тоғаларды паналайды екен. Бұлар ақ кіс, кәдімгі тоқал тіс, ақ қоян, суретте көріп тұрғандарыңыздай, және су жертесері. Ал енді дала зонасының маңызына тоқталатын болсақ, солтүстік бөлігінің құнарлы қара топырағы Қазақстанның басты қоймасы екен, яғни басты бидай өсірілетін жер. Мал шаруашылығына тоқталатын болсақ, оңтүстік бөлігінің кең жайылымдары мал шаруашылығын дамытуға қолайлы. Солтүстіктің ормандары мен оңтүстіктің шөлейтті ландшафттары арасындағы бірегей экожүйе сақталған. Енді келесі зона бұл шөлейт зонасы. Шөлейт зонасы мына неден көріп тұрғандарыңыздай, біздің республика аумағының 14%-ын алып жатыр екен. Картадан қарап жүрейік. Картада мынандай қою сары түспен берілген. Мына біреу бірден дала зонасының астындағы мына біреу қою сары түс, бұл осы шөлейт зонасы. Есте сақтаймыз, біздің республикамыздың жерінің 14%-ын алып жатыр. Орналасуы Каспий маңы ойпаты мен жем үстіртінен бастап, оңтүстік Торғай, Сарыарқа арқылы Алтай мен Тарбағатайдың етегіне дейін созылады. Шекаралары: солтүстік шекарасы 51 градус, ал оңтүстік шекарасы 47-48 градус солтүстік ендік арқылы өтеді. Бұл дала мен шөл зонасы арасындағы өтпелі ландшафттық зона. Енді жер бедеріне келетін болсақ, бұнда да көріп отырсыз, алдымен Каспий маңы ойпаты орналасқан, одан кейін Торғай үстірт, одан кейін Сарыарқаға жалғасады. Каспий маңы ойпатында бұл тегіс белесті жазық, бұнда төрттік дәуірдің шөгінділері жинақталған. Торғай үстірті жағында бұл орталық бөлігі тегіс, батысы биігірек болып келеді, 50-200 метр биіктікке дейін. Ал мынау Сарыарқа жерлеріндегі биіктігі 350-450 метр, ең биік жері 800-1000 метрден аса. Бұнда Шыңғыстау, Қызыларай, гранитті таулар орналасқан. Климатына келетін болсақ, бұнда ылғал тапшылығы мен булану жоғары, күн радиациясының жиынтығы жоғары, 3000-3400 градусты құрайды. Климаты шұғыл континентті, вегетациялық кезең 160-190 күн, ылғал теңгерімі 180-300 мм, буланушылық солтүстікте 7 есе артық, ал оңтүстікте тіпті 15-18 есе артық екен. Ішкі суларына, өзен жүйесіне тоқталатын болсақ, өзендер сирек кездеседі және жазда бұнда құрғап қалады өзендер, мына суретте көріп тұрғандарыңыздай. Өзендер негізінен ішкі тұйық алапқа жатады, суға тек көктемде толып, жаз айларында тартылады. Жайық жем аймақтары кесіп өтетін бұл жер транзиттік өзендер болып табылады. Яғни жайық пен жем бұл шөлейт зонасын кесіп өтетін транзиттік өзендер екен. Енді топырақ жамылғысына тоқталатын болсақ, топырағы ашық қара қоңыр топырақ, қарашіріндік қабат қалыңдығы 20-30 см, яғни құрамында қарашірік аз, балыр болған 2-3%, одан кейін қарашіріндіден кейін карбонатты қабат, одан кейін тұзды қабат орналасқан. Негізгі ерекшеліктері: жауын-шашынның аздығынан топырақ аз шайылады, биомассаның жетіспеушілігі қарашіріктің түзілуін баяулатады. Бұл жерде аймақта ашық қара қоңыр топырақ басым екен.
Енді топырақтың кешенділігі, яғни мозаика. Жазықтарда әлсіз сортаңданған ашық қара топырақ бар, жазықтарда. Ойпаңдарда сортаңдар мен сорлар, бұл тұзды жерлер, ал өзен аңғарлары шалғынды қара қоңыр топырақты болып келеді екен. Топырақ қабатының қысқа қашықтықта жиі алмасуы шөлейт ландшафтының басты белгісі. Өсімдіктер дүниесіне тоқталатын болсақ, бұнда дала мен шөл өсімдіктері кездеседі, яғни бетеге, мынау тырса, мынау жусан, қызыл және шығыс боздары кездеседі екен. Эфемерлерден көктемде қысқа мерзімде гүлдеп, жазғы ыстыққа дейін қурап қалатын өсімдіктер, мысалға мак дейміз, тюльпан, жауқазын, сондай эфемерлер кездеседі екен. Ландшафттық ерекшеліктері: құмдар мен аңғарлар кездеседі. Құмды алқаптарда еркек шөп, жүзгін, теріскен, құм бозы, ебелек өсімдіктер кездессе, өзен аңғарларында шалғынды шөптер, ши, айрауық, итмұрын, қараған кездеседі екен. Сортаң жерлер жалпы қара және сұр жусан, бұйырғын, көкпек деген өсімдіктер кездеседі екен. Жануарлар дүниесіне келетін болсақ, бұл дала және шөл жануарларының түйіскен жері. Бұнда кеміргештерден үлкен қосаяқ, сарышұнақ, құм-тышқан, тұяқтылардан ақбөкен, жыртқыштардан қасқыр, түлкі, қарсақ, дала күзені кездеседі. Бұнда солтүстіктің дала жануарлары мен оңтүстіктің шөл тұрғындары қатар мекендейді бұл жерде. Енді аймақтың фауна ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, таулы алқаптар, бұл Қызыларай, Ұлытау, бұнда арқар, сабаншы, яғни манул, орқоян, сұрат жалман, борсық кездессе, Зайсан ойпатында Эверсман аламаны, секіргіш қосаяқ, Рабаровский атжалманы кездеседі екен. Келесі зона бұл Қазақстанның шөл зонасы. Қазақстанның ең үлкен зонасы. Республика аумағының 44%-ға жуығын қамтиды екен. Мына картадан қарайтын болсаңыздар, мына біреу сары, ашық сары түспен берілген үлкен территорияны алып жатқан зона осы шөл зонасы. 44%. Есте сақтаймыз. Географиялық орны мен шекараларына тоқталатын болсақ, солтүстіктен оңтүстікке 900 километрге, батыстан шығысқа 3000 километрге созылып жатыр. Солтүстік шекарасы 47-48 градус солтүстік ендік аралығы арқылы өтеді. Негізгі аймақтары бұл Каспий маңы ойпаты, бетпақ даланың оңтүстігі, Қызылқұм, Мойынқұм, Балқаш маңы құмды алқаптар екен. Климатына тоқталатын болсақ, климаты ыстық және құрғақ. Жазда көлеңкедегі күндізгі температура плюс 40 градустан асуы жиі байқалып, буланудың мөлшерін арттырады. Шілденің орташа температурасы плюс 26, плюс 28 градус. Жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері 100-150 мм. Құмның беткі температурасы 70 градусқа дейін жетеді екен. Ылғалдану коэффициенті 0,12, 100-15, яғни өте аз. Су қорлары жер асты және жер үсті суларына келетін болсақ, шөлдерді кесіп өтетін өзендер бұл Сырдария, Іле, Шу өзендері. Қоректену олардың таулардағы мұздықтар мен еріген қар суымен қоректенеді. Жер асты сулары жер бетіне өте жақын орналасқан. Солтүстік арал маңы, бетпақ дала, Мойынқұм, Қызылқұмда осындай артезиан алаптары орналасқан, ал өзендер негізінен транзитті өзендер. Топырақ жамылғысына келетін болсақ, жер бедері мен беткі қабатты түзетін тау жыныстарының ерекшеліктеріне байланысты шөл зонасы 3 түрге бөлінеді. Бұл сазды шөлдер, құмды шөлдер және тасты шөлдер. Қоңыр және сұрқоңыр топырақ басым. Бұл топырақтар шымдық қабаттың болмауымен және шіріндінің аз болуымен ерекшеленеді. Енді сазды шөлдерге немесе тақырлар деп атаймыз олар. Тақырлар бұл көп бұрышты жарықтарға бөлшектенген, беті тегіс сазды телімдер. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай. Тақыр топырағының бетін сирек өсетін жусан, бұйырғын жауып жатады. Кей жерлерін қара сексеуіл мен жыңғыл жауып жатады. Географиясы бұл үстірт пен бетпақ даланың батысында кең таралған екен.
Енді сазды шөлдердің биоәртүрлілігіне тоқталатын болсақ, фаунасына негізгі түрлері бұл қарақұйрық, ақбөкен, яғни сайгак, солтүстігінде бес саусақты қосаяқ, тышқан, кәдімгі көртышқан, дуадақ, зымыран, торғайлар. Ал өсімдіктеріне келетін болсақ, жусан мен сор таңшөптің көптеген түрлерінен тұрады, яғни әсіресе көкпек, бұйырғын, баялыш. Шаруашылық маңызына тоқталатын болсақ, күзгі, қысқы және көктемгі жайылым ретінде қолданылады. Құмды шөлдердің ландшафт ерекшелігіне тоқталатын болсақ, құмды шөлдердің басқа түрлеріне қарағанда тұщы суға бай және ылғалдану дәрежесі жоғары. Бұнда бекіген құмдар, яғни төбелі және жалды жер бедері бар. Сусымалы құм жалдары, мысалы бархандар, мына суретте көріп тұрғандарыңыздай кездеседі. Көктемде бекіген құмдардың бетіне қысқа мерзімді эфемерлер жабады екен, эфемер өсімдіктер. Енді құмды шөлдердің өсімдіктер әлеміне тоқталатын болсақ, бұл ақсексеуіл, биіктігі 2-3 метр болатын аласа шөл ағашы, кең тараған. Қара сексеуіл құмдардың арасындағы сазды ойыстарда қалың орман алқаптарын түседі, биіктігі 10-14 метрге дейін жетеді. Және басқа түрлері бұл силин бетегесі, жүзгін, яғни бүршік тұқымдас бұтаға жатады. Арал теңізінің зонасына сексеуіл отырғызу жұмыстары қазірде жүргізілуде. Құмды шөл фаунасы және маңызына тоқталатын болсақ, кеміргіштер, бұлар тышқандар, үлкен құм тышқаны, жіңішке саусақты сарышұнақ, бауырмен жорғалаушылардан алажабақ кесіртке, құмның домалақ бас кесірткесі, оқ жылан, дала жыландары, құстардан жорға торғай. Ауыл шаруашылық маңызына тоқталатын болсақ, құмды шөлдер зонадағы жыл бойы пайдаланатын жақсы жайылым болып табылады. Ал енді тасты шөлдер бұл ең қатаң орта. Географиясына тоқталатын болсақ, Маңғыстаудың орталық бөлігі мен бетпақталарының шығысындағы ұсақ шоқылы аласа тауларға тән. Топырағы тасты шөлдің қоңыр сұр топырағының қабаттарында гипстің жиналуы өсімдіктердің өсуіне кедергі келтіреді. Гипсті қабат топырақты цементтеп тастайды. Өсімдік жамылғысы жартастарда қыналар өседі, баялышты, көкпекті, тас бұйырғынды, сұр жусан өседі. Шөлдің бұл түрі жануарлар дүниесіне өте кедей екен. Тоғайлы ормандар, яғни шұраттар, оазистер кездеседі. Орналасу оңтүстік Қазақстан өзен аңғарларының кең таралған. Өсімдіктері бұнда тораңғы, теректің түрлері, жиде, тал, шырмалып өсетін өсімдіктер. Бұндағы жануарлар әлемінен Орта Азия қабаны, шибөрі, қамыс мысығы, құстардан қырғауылдар, жәндіктерден сона, шыбын, маса, көбелек кездеседі екен.